Сәлем достар, сіздермен тұрмыс тіршілік каналы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бау-бақша. Бау-бақша дегеніміз өзіндік ерекше құбылыс. Оны күтіп баптаудың өзі, әркез суару, арам шөптерін жұлу, қажырлы еңбекті қажет ететіні белгілі. Бау-бақшаны вақытылы күтім жасау, суару, белгілі бір көңіл табу, яғни әрбір жемісін жеу үшін еңбекті қажет етеді. Не ексең, соны орасың деген осы орайда тұспа-тұс келеді. Бау-бақшаға шамадан тыс су құйылса, әсіресе оның тамырының тоқырауына, жеміс ағаштарының тапшылығынан гөрі зияны тамырларының түпкі тамырларын қайыр жүруі мүмкіндігі көп болып кетеді. Сондықтан баптау барысында аса суды талдарға көп құюға болмайтындығын есіңізге салғым келеді. Және де бұны баптаудың тағы бір жолы көн. Бізде көн деп аталады, навоз. Өте керемет тыңайтқыш, ең жақсы тыңайтқыштардың бірі сиырдікі, қойдікі, жылқыныкі болып есептеледі. Жалпы тыңайтқыштардан жылы ұзақ болса, соғұрлым көп болғаны соғұрлым жақсы болады. Яғни бұл дегеніміз 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдан асса тіптен жақсы болып есептеледі. Шындығында осындай жеміс-жидектер бау-бақшаңызда өсіп тұрса, қызанақ, қияр, бұлардың барлығы сіздің базардан алмай, бірден өзіңіздің көзіңіз алдыңызда піскен жемістердің ешқандай химиялық қоспасыз болғаны қандай жақсы болады. Яғни алма ағашы болсын, алмұрт ағашы болсын, осы ағаштардың жеміс беріп, оларды түскендерін кептіріп, компот жасап, одан алмалардың темірлері адамның ағзасына көп пайдасы тигізеді. Яғни ешқандай басқа да бір химиялық қоспасыз болғаны бірден білініп тұрады дәмінен. Және де оны жегеннен кейін сіз базардағының нағыз дәмін бірден айыра аласыз. Құрметтілерім, және де әр аймақтың өзіндік бір ерекшеліктері бар екенін еске салғым келеді. Өйткені біздің аймақ тұзды аймақ болғандықтан суаруды көп қажет етеді. Ал сіздің аймақ ылғалды болса, соны ескеріңіздер. Талдарды азғантай суарсаңыздар болады. Ал біздің аймақ құрғақ аймақ болғандықтан суаруды көп қажет етеді. Көп жылдыққа мысалға мына құлпынайларды алуға болады. Жүзім, құлпынай деген сияқты біздің бақшада оларды бір еккеннен көптен шығып жатыр. Сондықтан біздер әрбір екі негізіміз бізге көп жылдар бойы жеміс жидек беріп тұратынын ескеремін. Бай болайық, қуатты болайық және мол олжалы жемісті болайық. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазамыз.